Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Жадыра Әскербекқызының тәтті сезім атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Той көйлегіндегі ажар өзіне тамсана қарап, айна алдында ұзақ тұрды. Артта қалған қиын оқиғалардан жарыққа шыққанына қатты қуанышты. Күйеу жігіті Асылбек: ажар, кеттік, сыртта көліктер күтіп тұр, тек біздің шығуымыз ғана қалды. Асылбек: қарашы, өзімді ең сұлу ханшайымдай сезінемін. Көйлегім әдемі ме? Көйлек өзінше әдемі, ал сен одан да әдемісің. Сенің қарапайымдылығың бәрінен өзгеше. Ұста қолымнан. Дәл бүгінге күнге жету жолында қаншама кедергілер орын алды. Менің қолымнан қатты қысып ұстаған күйі кез келген қиыншылыққа төтеп бердің. Сыйлап өтуге дайынмын. Бәрі үшін саған рахмет деп, ажарды құшақтап маңдайынан сүйді. Асылбек пен ажардың тойлары өздері ойлағаннан да керемет өтті. Жалпы айтқанда, той өз-өзін ақтады. Жастар бақытты, ата-ананың қуаныштары қойындарына сыймай жүр. Екі елдің арасына салынған алтын көпірдің жалғаушылары Асылбек пен ажар балайына шет мемлекетке ұшуға дайындалып жатыр. Әуежайға келген қос ғашықтың көңілдері түсіп қалды. Ұшақтың техникалық қызметіне ақау шығып, ұшу уақыты кейінге шегерілді. Асылбек пен ажар ұшақтың апаттық жағдайда тұрғанын алдын ала білгендеріне шүкір етті. Әйтпегенде аспанға көтерілгеннен кейін не боларын кім білсін, көңілдерін түсірмей жақсы нышанға болады. Әйткенмен алда не күтіп тұрғанынан екеуі де бейхабар еді. Әуежайдан үйге қарай бет алған ажар мен Асылбек жол-жөнекей жағын кофеханаға кіріп, кофе алып әңгімелесіп отырды. Кенет ажардың телефонына анасы қоңырау шалды. Тұтқаны көтерсе, нағашы ағасы Мұрат екен. Ажар: қалайсыңдар? Аман-есен ұшаққа отырдыңдар ма? Күйеу бала қасыңда ма? Жақсы Мұрат аға, өздеріңіз қалайсыздар? Анам қалай? Сәл сырқаттанып қалдым деп отырған кеше сөйлескенімде. Асылбек: жанымда, біз ұшқан жоқпыз, ұшақ апаттық жағдайда екен. Апаң жаман емес, ұшпағандарың жақсы болған екен. Тұтқаны күйеу балаға берсең. Тұтқаны алған Асылбек қайнағасымен амандасып, орнынан тұрып кетті. Сыртқа шықты. Іште қалған ажар неге жанымда отырып сөйлеспеген деп ойланып қалды. Күйеу бала: ұшпағандарың жақсы болды. Әйтпесе ажар бұл хабарды кеш естісе, анасының жерлеуіне қатыса алмай қалуы мүмкін еді. Алланың ісіне шара жоқ. Ажардың анасынан айырылып қалдық. Ажарға өзің жылы жұмсақ жеткіз. Артық айырлы болсын. Жақсы, ажарға өзім айтамын, сіздердікінде боламыз. Асылбек қалтасынан шылымын алып шегіп алды. Ажарға бұл хабардың оңай соқпасы анық. Қалай болса да айтуға тура келеді. Ішке кірді. Ажардың күтіп отырғанын көрді. Асылбек: аға, не айтты? Менен жасырып сөйлесетін құпияларың пайда болған ба деп еркелей сөйледі. Ажар: қалай айтатынымды білмеймін. Сен қазір менің қолымнан ұста. Бірақ есіңде болсын, қандай жағдай болмасын, сен де менің бар екенімді ұмытпа. Ажардың көңілі қобалжып, жүрегі дүрсілдеп кетті. Асылбек: айт, не болса да мен білуге тиісті жайды жасырма. Асылбек осыдан 2 жыл бұрын өз анасының дүниеден озғанын есіне алды. Бұндай жағдайды есту жүрекке ауыр екенін білетін, сондықтан іштей ажарға анасының қазасын естірте алмайтынын сезді де: ажар, анаң ауыр халде жатыр екен, қазір дереу сол жаққа барайық, сен уайымдама, бәрі реттеледі. Ажар жылап жіберді. Басы айналып абдырап қалды. Дереу көлік шақыртып анасына жол тартты. Жолда Асылбек ажарды жұбатып келеді. Ажар іштей сезді анасымен қоштасып қала алмағанын. Жылап келеді. Жақын болса да жол жеткізер емес. Үйге жақындағанда көзі анық жетті анасының жүріп кеткеніне. Есік алды адамға толды. Жедел жәрдем көлігі тұр. Ажар көліктен түсіп үйге қарай жүгірді. Өз-өзіне өзі сенбеді. Анашым, неге жалғыз перзентіңізді сәл уақыт күте тұрмадыңыз? Мен әлі сізге ең ыстық ізгі тілегімді, сезімімді білдіріп те үлгермедім ғой деп аңырап көз жасын тоқтата алмай анасы жатқан бөлмеге енді. Денесі естеніп кетпес үшін қойылған мұздардың үстінде жатқан анасының мәйітін көзімен көрген ажардың жүрегі езіліп, жаны құлазып қалды. Анасынсыз өмірдің мәні жоқ екенін сол сәтте түсінген еді. Көзден аққан ыстық жастың тоқтар түрі жоқ. Басы тағы да қатты қысып ауырып, айналып есінен танып қалды. Жедел жәрдем шақырып ажар жан сақтау бөлімінен бірақ шықты. Есік алдында тыным таппай уайымдап жүрген Асылбек тағаты таусылып дәрігер бөлмесіне кірді. Дәрігер: ажардың жағдайы қалай?
маңғаздана қараған ірі еңселі дәрігер зілді дауыспен: «Әлгі Қуатова Ажар ма? Бауыр қызметі нашар, оның үстіне басында су бар. Бұл аурудан екінің бірі сауығып кетеді дегенге сенбеймін. Бәрін ақша шешкен, ақша шеше береді. Не дейсің?» деп көзілдірігін шешті. Дәрігердің ашкөздігіне Асылбек ашулана кетті де: «Ақша мен сіз секілді парақорлардың шешетінін жақсы білемін. Тек ақша емнің қаражатына жұмсалуы керек. Сондықтан науқастарыңыздың өмірін сандарға бағалағаныңызға әбестік. Осыдан Ажарға бірдеңе болатын болса, жұмысым сізбен болсын», деп есікті тарс жауып кетті. Палатаға шыққан Ажар анасының жерлеуіне бара алмағанына қатты қынжылды. Бірнеше күн өзін қоштаса алмағаны үшін кінәлады. Асылбек құрақ ұшып жұбайының жағдайын жасап әлек. Бар ойы осы ауруханадан тезірек шығарып алып, басқа қалаға апарып емдету. Әлгі дәрігерге ақшаны қарша жаудыртар еді. Науқасының өмірін бірінші орынға қоя білсе. Әттең, олай емес. Ажар ауруханадан шыға сала Асылбекке анасының бейітінің басына баруды өтінді. Ажарға көп жылап, қатты уайымдауға болмайды. Әйтсе де Асылбекте басқа амал жоқ. Ажар онсыз да жерлеу рәсіміне қатыса алмағанына өзін кінәлі сезінді. Анасының басына келген Ажар ендіге жылап, біраз ішін тарқатты. «Анашым, есіңде ме? Мен бала күнімде құлап бір жерімді жарақаттап алсам, сүйіп емдеп алатынсыз. Алақаныңызбен сипап жіберсеңіз, жазылып кететінмін. Қазір менің денсаулығымда кінәраттар бар, оны жазатын сіз жоқсыз. Мынау сіз тартқан қара жерді жалмауға неге сонша асықтыңыз? Мені тастап кете бардыңыз неге?» Сүйген адамыңның осыншама қиналып, қан жұтқанын көру Асылбекке ауыр тиді. Осыдан 2 жыл бұрын өзінің анасы жол апатынан қайтқанда шашылып қалған денесін өз көзімен көрген еді. Барлығы көз алдынан өте шықты. Ажарды қолтықтап көлігіне отырғызып үйіне келді. Содан бері арада 1 ай уақыт өтті. Жанын жегідей жеген ауруымен алысқан Ажар күн санап солып барады. Анасының қазасына сене алмай қиналған қыздың ауруының бұл үлкен салмақ болды. Асылбек Ажардың өмір сүруі керек деп таныстарынан сұрастырып, шет мемлекетте алып кететін болып шешті. Бұл жолы кейінге қалған балайына емес, ем алуға ұшаққа отырды. Білікті дәрігерлер қарап, нақты диагнозын анықтауға кірісті. Ажардың еміне кететін қаражатты Асылбектің әкесі аударамын деген болатын. Бірақ Асылбек жиғаным бар деп әзірге қажет емес екенін айтты. Себебі сол кезде әкесінің фирмасы басқа адамның қолына өтіп кетіп, сол ақшадан қиындықтар болып жатқан. Қолындағы қаражат жетпей қалып, ем аяқсыз қалар деген оймен Асылбек өзінің қала орталығындағы 3 бөлмелі пәтерін сатылымға шығарып қойды. Осылайша Ажарға алғашқы лазерлік ота жасалды. Түрлі психологтар жұмыс жасады. Анасына деген сағынышын, бала күнінде әкесінің тастап кеткенін бәрін ұмытып, кешіре салу Ажар үшін оңай емес. Лазерлік отадан кейін 10 күн өткесін компьютерлік тексеріс нәтижесін алды. Асылбек осы жалы көз жасын ұстап қоя алмады. Кейде өте ауыр халге түсіп қалатын Ажардың солған жүзіне қарап Асылбектің үміті сөніп бара жатқан шамның пілтесіне ұқсап кетеді. Сүйіктісіне деген махаббатының арқасында қайта маздайды. Аласарған көңіл аласапыран құбылыспен алысқан Асылбекке туысқандары да іздеп қоңырау шалуды көбейтті. Қайтсаңшы қалаға, Ажарды таста, үйленгері күндері бақыт өтпеді. Оны өз шаңырағынан ақ орамалмен алдыңнан жүгіріп, шығып ас суыңды дайындап бергенін көре алмадың. Аурухананың ақ төсегінде жатқан дәрменсіз кейпін қарауылдап келесің. Бұныңнан пайда жоқ. Ол ертең өліп қалса өзіңе қиын болады. Таста да қайт деушілер көбейді. Асылбектің жүрегіне ешкім әмір ете алмайды. Тіпті достарының да арасынан үзді. Оның саған өткізіп қойған несі бар? Қалаға қайт, оны неге әспеттеп ардақтай бересің? Қалада әйбат қыздар толып жүр, саған ұрпақ жалғастыру керек деген ұнамсыз сөздері үшін енді хабарласпай-ақ қоюларын өтінді. Осындай мейірімсіз туыстары мен дос санап келген адамдарының сөзіне қаны қайнап, іштей бұрқылдап қояды. Жанын сүйектей кеміреді кеп. Бүгін ауруханадан жалдамалы пәтерлеріне 10 күн демалыс оралған 2 ғашық таңға дейін әңгімелерін тауыса алмай ұзақ отырды. Асылбек пен Ажардың арасындағы шын махаббат, асау сезім күннен күнге артпаса масайраған емес. Кенет Ажар әдемі әңгімені тоқтатты да: «Асылбек,
Байқадым таңда атты. Күн аясынан шығуға сәл-ақ қалыпты. Анау қызыл жидектерден қазір көк аспен аспан атып шығады. Ал біз ұйқысыз әлі отырмыз. Көп уақыт ішінде біраз ойландым. Менің мына түскен шаштарым мен қураған бейнемді қалай сүйесің? Менің орнымда сен болсаң деп кібіртіктеп көйлегінің жеңін тістелеп отырып қалды. Асылбек, сенің орныңда мен болсам сен де мен сияқты күтер едің, соңына дейін жанымда болар едің. Жоқ, қателестің. Сені еш ойланбастан тастап кетер едім. Болашағымды көре алмас едім. Сен менің жанымда босқа жүрсің. Жиған тергеніңді еміме бекер шашасың. Туған жеріңе қайт деді. Асылбек Ажарды сүйгендіктен осылай айтып отырғанын түсінеді. Әйтсе де ол ажардың соңына дейін сен үшін күресемін деген сөзді күтетін. Ұнжырғасы түскен Асылбек Ажарды ауруханаға барып тастады да бір сәттік ашумен ұшаққа отырып өлкеге ұшып кетті. Ажар аурухана төсегінде ұзақ ойға шомыды. Қолына айна алып сығалап қарады. Көзі шүңірейіп терісі аппақ болып кеткенін көрді. Өзін іштей аяп кетті. Күнде қоңырау шалып жағдайын сұрап отыратын нағашы жұртына Асылбектің кетіп қалғанын айтпады. Ренішпен кеткен Асылбек араға 3 күн салып, шыдай алмай Ажарға хабарласты. Байланыс аясынан тыс жерде екен. Әр қоңырау шалған сайын байланысу қиындай түскенін түсінген ол дереу жиналып ұшаққа билет алды. Шет елге жете сала ауруханаға бет алды. Палатаға кіргені сол еді, Ажар орнында болмай шықты. Алғашқы лазерлік операциядан кейін дәрігер Асылбекке Ажардың аздаған өмірі қалды. Оны жеңі өз қолында тиген болатын. Осы айтқаны есіне сап ете қалды. Ажардың төсегін құшақтап, солқылдап жылап жіберді. Бәрі бітті деп ойлады. Кезекшілікте тұрған медбикелер жүгіріп келіп, Асылбекті сабырға шақырып, Ажардың басқа ауруханаға ауыстырғанын айтқанда ғана есін жинап алды. Аурухананың мекен жайын алып сонда барды. Тыныс алу аппаратында ояу жатқан Ажардың жанына барды. Қолынан ұстап кешірім сұрады. Ажар, бұл қиындықты екеуміз бірге жеңеміз. Маған уәде бер. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Егер өлім туралы ойлап, өмір сүруге талпынбасаң, мен де өмір сүрмеймін. Ажар келіскенін білдіріп басын изеді. Медбике Ажардың тыныс алуы реттелгенін байқап таң қалды. Бұл өзгерісті медбике дәрігерге жеткізді. Дәрігер Асылбекті шақырып оңаша сөйлесті. Ажардың бұл өзгерісіне сүйіктісінің тигізер септігі көп екенін ескертті. Тек дәрі-дәрмектермен ғана емес, тек психологиялық қолдаудың да үлкен көмегі тиетінін алға тартты. Палатаға шығып жатқан Ажар жылап қоя берді. Аяғымды баса алмаймын, тым сезбей тұрмын. Асылбек, бірдеңе десеңші. Ажардың белінен қапсыра құшақтаған Асылбек, Алланың бұл тағы қай сынағы деп абдырап қалды. Тез өзін жинап алды да, менің көзіме қара, біз бәрін бірге жеңеміз. Керек болса, аяғымды жерге тигізбей, қартайғанымша төбеме көтеріп жүремін. Сол күннен бастап Асылбектің Ажардың жазылып кетемін деген үмітін сөндіріп алмас үшін үнемі әр еміне көтеріп апарып алып келіп жүрді. Асылбекке фирманы қайтарып ала аламыз егер сен келіп қолға алсаң деп әкесі хабарласты. Асылбек Ажар жасымайынша ешқайда бармайтынын ашып айтты. Күнде қоңырау шалып райынан қайтарғысы келген әкесінің бұл ұсынысынан түк шықпады. Асылбек көптен араласып кеткен достарынан да біртіндеп қол үзе бастады. Бар ойы осында сүйіктісімен бірге бар ауруын жеңіп шығу. 7 ай бойы Асылбек Ажарды еміне арқалап апарып алып қайтып жүрді. 7 ай бойы Асылбек Ажарды еміне арқалап апарып алып қайтып жүрді. Ажар ісше өз бетімен аяғын баса алмайтынын білсе де, Асылбекке еркелеп арқалағаның ұнайды деп отыратын. Өз үшін жолдасының қиналғанын көргісі келмейтіні анық. Ажар күнде дыбысын шығармай, жастыққа жасын төгіп алады. Арқа сүйер азаматының еңсесін түсірмес үшін ешқашан жыламауға уәде берген. 2 күннің бірі ұйқысыздықпен таңда тұратын. Асылбектің бірге қиналғанын көру бір басқа. Үнемі аяғын жерге тигізбей жүріп, арқалап жүретіндіктен оның да денсаулығына алаңдайды. Асылбек Ажарды қалжыңдап, жазылатын көзің жақындап қалды, бұйыртса мен арқалайтын боласың, еңбегімнің өтеуін керек деп қоятын. Кешкі ас ішіп отырғанда Ажар, Асылбек саған бірдеңе айтуым керек. Кеше ғаламтор желісін ақтарып отырып, әкемді тауып алдым. Күнделікті кіріп отыратын почтасы екен. Хат жолдадым. Жаңа жауап жазыпты деді.
Асылбек ашып оқыды. Хабарламада маған енді хабарласушы болма, менің сен сияқты қызым жоқ деп жазылған. Ажардың көңіл күйі қалыпты. Онсыз да өкпелі екенін Асылбекке бірінші кездесіп жүргенінде айтқан. Мен әкемді кешіргенмін, ол кезінде өз таңдауын жасады. Әркім өз өміріне әмір етуші. Менде де енді әке жоқ. Ажар, тыңдашы, біздің өмірімізде кездескен қандай да бір таныстық, туыстық, қарым-қатынас бар адамдарды қателігі үшін жоққа шығарып тастауымызға болмайды. Бізге оларды Алла сынақ үшін жіберді. Алла мейірімділерді, кешірімшілдерді сүйеді. Жаратқанның рахымына бөленгеніміз келсе, жүректегі өкпені босатуымыз керек. Есесіне, сенде мен бармын. Қаласаң әкең де бола аламын, ағаң да, інің де бола аламын. Ажар Асылбекті осы жомарттығы үшін шексіз сүйеді. Жақын арада Ажардың бауырына ота жасайтын дәрігерлер ескерткен болатын. Бір қуантары бүгінге тапсырған қан талдау жұмыстары оң нәтиже берді. Қанша уақыттан бері қабылдап келген еннің нәтижесі жаман емес. Ажардың бауыр жұмысының жақсарып келе жатқанына профессорлар таңданып жатты. Асылбек түсінде ары қарай тоқтамай Ажармен жұмыс жасау керегін сатылымға шығарған пәтеріне бірнеше адам хабарласып, саудаласып жатты. Барлығы арзан бағаға сұрайды. Не де болса, ақшасының таусылғанын ескеріп келіскен бағаға сатып жіберді. Ендігі ойы Ажардың екі аяғына жан бітіруіне күш салу. Дәрігердің тексеру нәтижесі Ажардың аяғын тек кесіп тастай аламыз деген шектелді. Бұл жағдайға Ажар дайын емес еді. Асылбек нағыз қиыншылықтарды шешіп енді бір сынақ қалды деп қуанғанда, тағдырдың дайындаған қатыгез шешімі бар болып шықты. Болашақта бірге жетеміз деген армандарына жетуге сәл қалғанда орта жолдан еңсені түсіруге болмайтынын екеуі де түсінді. Асылбек жалғыз өзі сыртқа серуендеп келуге шығып кетті. Шет мемлекеттің адамдары сандай қонақжай, соғып тұрған самал желінің өз бетіңнен сипағанда бар уайымды ұмыттыратындай. Ажар екеуі осында қалып қойсақ қалай болады деп те ойлап көрген. Асылбек бір сәтке бәрін ұмытып, үлкен теңіз жағалауында өзі қалағанды қалап, сонда бет алды. Теңіз бетін шырпып ұшқан құстардың таңқылдаған дауыстары жанын иілтіп барады. Кенет көзінен жас ырш ете қалды. Екі қолымен шекесін қысып жерге отыра қалып, солқылдап дыбыссыз жылап қоя берді. Өзін қанша мықты ұстағысы келсе де, бар әлем кеудесін қысып мыжғылап жатқандай сезінді. Неге мен, неге Ажар? Кенет иығынан бір әйел түртіп, түрікше тілде, жаратқан сені таңдады, сүйгеніңе қамқор болсын деп, қашып кете алсаң тұрда қаш, бірақ ойлан, сүйектің ауруын жеңе алатын күш-қуатқа ие, тұрсаң шойныңнан сұлу жігіт деп, шұбартылған ала көйлектегі түрік әйелі бұраңдалып, Асылбектің қарсы алдына келіп қолын созды. Асылбек басын шайқады. Кете бер деді. Менің отбасым бар, сенің маған керегің жоқ, қорықпа деп құлағына сыбырлады. Асылбек орнынан тұрып, сіз кімсіз? Мені қайдан танисыз? Алақаныңды әкел, кім екенімді не қыласың? Алақанын ысқылап тұрып, Ажардың ауыратынын қайдан білгенін аздап таңырқады. Көріп кел деп жорамалдады. Еш ойланбастан алақанын ұсынды. Ой, деп басын шайқаған көріп кел әйел, бұнда бекер уақыт ұрлатыпсыңдар, сүйіктіңнің есімі кім? Ажар Қуатова. Көріп кел әйел Асылбектің алақанына 3 рет сүф деді де бірдеңелерді күбірлеп айтты. Ажардың анасы дүниеден озған, жақын арада. Байғұс қыз әкесіне өкпелі, бірақ бір көргісі келеді. Әкесінің әйелі басқа ұлттан, өзбек қателеспесем. Бұрындары Ажардың әкесі мен шешесі үшеуі тұрып жатқан үлкен үйдің сарайын осы өзбек әйел жалдап тұрған екен. Сол кезде ол әйел Ажардың әкесінің басын дуалап, анасы мен өзін бастан аяқ ауруға душар ету үшін оқытып тастаған. Асылбек көріп кел дегендердің көзгелердің ауыздарынан естіп жататын, бұрындары әжесі айтып отыратын әңгімелерден есінде қалған. Өмірінде бұлай жолығып таңғажайып сырдың куәсі болатынын еш ойлаған емес. Жазылмас дертке шалдыққаны рас. Ажар қазір сауығып келеді. Менен көмек керек па? Тез айт, жол ашамын. Қаласан ауруыңнан сауығуына септігімді тигіземін. Бірақ әр қабылдауым ақшаға кеп тіреледі. Қалтаң көтерсе уақытымды алмай, жауабыңды айт деп екі қолын айқастыра көзін бақырайтты.
Асылбек Көріпкелдің бұл жауға келгенмен бір зияны болатынын білді. Күмәнді оймен, жоқ рахмет, өзіміз-ақ жеңеміз деп қолына қағаз ақша ұстатып, теріс айналып кетіп бара жатқанда әлгі Көріпкел әйел: дуаны шешпесен емделгеннен пайда жоқ, аяғыңа ірің түссе амал жоқ, шолақ болып қалуы әбден мүмкін, ойлан жігіт деп Асылбекті тоқтатты. Асылбек Көріпкелдің бәрін дәл айтып тұрғанына таңдана қарап: ажармен сөйлесіп көрейін, сізді ол жаққа апара алмаймын, байланыс номеріңізді тастап кетіңіз деді. Ауруханаға жетер жолда құдды бір олжаға кенелген адамша қуанып келеді. Әйтеуір іштей бір сезім бар. Ажарды аулаға көтеріп алып шыққан Асылбек көшедегі теңіз жағасынан жолықтырған Көріпкел әйел туралы айтып берді. Ажар ғаламтор желісінен күні-түні өзі сияқты диагнозға ие науқастарды қабылдап жатқан түрлі емдерін оқитын, 50% дерлік осы бақсы балгерлердің көмегіне жүгініп сауығып кеткені туралы ақпараттарды да аңғарып жүр. Өмір сүрсем өліп қалмасам екен деп тыраштанып келе жатқан Ажар қаласа жер көкті шарлап сондай кісілерден ем қабылдауға әзір. Тек жан қалау айта алмайды. Онсыз да жағдайлары жоқ нағашыларынан ақша сұрай алмайды. Асылбектің қаншама қаражаты тек осы емге жұмсалып жатқандықтан мені басқа жаққа бар деп айтуға ұялды. Осы ішкі ойларын тұжырымдай келе Ажар: Асылбек, Көріпкел бәрін рас айтады. Тоба, өне бойым өртке оранғандай болып кетті ғой. Енді не күтіп отырсың? Менің аяқсыз қалғаным жетпей тұр еді. Шақыршы, жалынамын Асылбек, шақыршы, дуаны шешіп берсін. Қаншама осы айлар осы аурухананы паналап шаршап кеттім. Сені де шаршатып аламын ба деп қорқамын. Сен мені тастап кетсең қайтемін? Мен сені тастамаймын. Бұндай күмән ойыңнан кетпейтін болса, аяқтан тұруың қиындай түспек. Қалауың болсын. Көріпкел туралы әуелі дәрігерге естіртіп көрейік. Дәрігер бөлмесіне кірген Асылбек пен Әжер ойларын жеткізді. Дәрігерлер: егер медицинаға сенімсіздік білдірсеңіздер, ем-домды ары қарай жалғастыра алмаймыз деп ойларын жеткізді. Жақсы, сау болыңыздар деп ашулы дауыспен дәрігерлерінен жүзін теріс бұрды да: Асылбек, жүрші, алып кетші мені деп жыламсырады. Мүмкін дәрігерлерді тыңдармыз, жақсы нәтижеге келе жатырмыз, аяғыңа да ем табылып қалар. Ажар мен Асылбек біраз сөзге келіп, ақырында Ажар: мені таста да кете бер, ажырасуға арыз жазамын, енді мені көрмейсің, өмір сүргім келмейді деп жылап жіберді. Дәрігер не Көріпкел деп екі ойда қалған Асылбектің не істерін білмей дал болған күйіне куә. Дәрігер: барып көріңіздер, егер ем болмай жатса, біз көмектесуге әзірміз деді. Асылбек пен Ажар заттарын жинап, өз отандарына ұшаққа отырды. Танымайтын мемлекеттің балгеріне барып опық жеп қалмайық деген сақтықпен өз мемлекетінен жақсы емші іздемек. Ұшақтан түсіп көлікке отырды. Асылбек пәтерін сатып жібергендіктен бала күні өскен әкесінің екі қабатты шаңырағына барды. Қоңырауды басты. Арғы жақтан әкесінің бұл кім деген дауысы естілді. Ассалаумағалейкум әке, бұл біз, қасында әлгің бар ма? Асылбек өзін сәл ыңғайсыз сезінді де Ажардың қолынан ұстап иә деді. Ішке енді. Ажар о бастан біледі тұрмыстық жағдайларының Асылбектің отбасымен тең емес екенін. Әкесі ірі кәсіпкер болғандықтан бойынан тәкаппарлық көрініп жататын. Асылбектің әкесі фирмасынан айырылғалы үйден шықпайды. Асылбектің қайтып келмегеніне өзінше өкпелі. Асылбек, балам, ақылың бар болса менің күйреп бара жатқан кәсібімді дөңгелет, өзіңе тең қыз тап. Анау төбесінде бір тал шашы жоқ, ұсқынсыз әрі я бір туысы жоқ Ажар сымағыңды таста, ол ертең өліп қалады, көңіліңді суыт, уақытша қиналасың, кейін маған рахмет айтасың деп ойын ақтарып тастайды. Қандай ауыр сөздер. Құлағы шалып қалған Ажардың жанарынан тамған жас өксігін басар емес. Бөлмеге кіріп Асылбекке бұл әңгімені естігенін айтпады. Десе де Асылбек ашулы еді. Ажар, тұр, бұл үйден кетеміз. Енді менің әкем жоқ. Ондай қатыгез дүние қоңыз әкеге бала болғым келмейді. Асылбек Ажарды көтеріп үйден бірге шығып кетті. Аздаған уақыт екеуі Ажардың нағашыларының үйін паналады. Асылбек сатқан пәтерінің ақшасына жаңа пәтер ала алмайтынын біліп, қала сыртынан азан пәтер жалдап, Ажар екеуі сонда шықты. Жақсы деген атаға бар емшілерді іздестіріп бастады. Бір емес, бірнешеуіне барды.
Күннен күнге ажар қан құсып әлсіреп барады. Асылбек көріпкелдердің болжам ғана айтып, дуанның күшін қайтаруға шамалары келмейтініне көзі жетті. Көріпкел десек төбе шашы тік тұрады. Қиналғанында көмек қолдарын созады деген достары да, арқа сүйер әкесі де алшақтап кетті. Адам өз өмірі үшін ғана күресуі керек екенін ұқты. Қайда, кімге барып көмек сұрарын білмей, әбден қажып бітті. Бұлай жалғаса берсе, ажардан айырылып қаламын деп қорқады. Бүгін ертесімен Асылбек мешітке барды. Имаммен сөйлесіп бар жағдайды бастан баяндап берді. Имам, ажарды алып кел, Құранмен оқып беремін деді. Асылбек ертесі ажарды алды да келді. Қызым, мен барлық жағдаймен таныспын. Иншалла жазылып кетесің. Бойыңда Құран сүрелерімен тазартамыз деп бастап кетті. Имам Құран сүрелерін оқығаннан бастап, ажардың екі сөзінен жас тоқтамай ағып жатты. Күнде қатарынан мешітке келіп жүрді. Ажардың жағдайы жақсарып келеді. Арада біраз ай өткенде ажар башпайларының қимылдағанын байқай бастады. Түскен шаштары азарып өсіп, өңіп кіріп қалған. Түрлі анализдер тапсырып, аяғын емдеуге болатынын білді. Қуанышында шек жоқ. Асылбек шағын кәсіп бастаған еді. Пәтер жалдап тұратын болғандықтан тапқаны тамақ пен үйдің коммуналдық шығындарына жұмсалады. Ажардың денсаулығындағы өзгерісті байқап, дереу қалалық ауруханаларға барып, шетелден өздері емделген клиникадан дәрігер алдыртты. Қомақты қаржыны сатқан пәтерінен қалған ақшадан төлеп қойды. Дәрігерлер ажардың оң өзгерісінің көрсеткішін төмендетіп алмау мақсатында ұзақ уақыт тексеріс жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда ажардың екі аяғын аман алып қалуға мүмкіндіктердің бар екені қуантады. Бұрынғысынша жансызданып аяқтары қазір сәл тітіркеніп, сезімтал жүйелері жұмыс жасайды. 40-на шыдаған Асылбек 41-не де шыдаймын деп бастаған кәсібін тағы да арзан бағаға сатып жіберді де, ақшасын ажардың аяғына жасалатын отасына аударды. Бір айда аяғына екі рет ота жасатты. 6-7 сағатқа созылған ота нәтижесі жаман емес. Соңғы 3 айда ажар Асылбекке сүйеніп тәй-тәй басап алды. Әр қадам басқан сайын Асылбек балаша қуанып, тіпті көзіне жас келеді. Қаншама уақыт сабырмен күткен ең бақытты сәті осы еді. Бірін-бірі шын сүйген Асылбек пен ажардың араларында нәзік сезім бар, лаулап тұрған құрмет бар, сыйластық пен үйлесімділік бар. Бірақ бүгін Асылбек ажардың тапсырған қан талдауларының нәтижесін алғанда суық жаңалыққа қатты қиналды. Араларында бала жоқ, ешқашанда болмайды. Ажар осы күнге дейін қабылдаған дәрі-дәрмектерінің кесірінен аналық жұмыртқаларынан бір жола айырылған. Дәрігер бөлмесінен суық жауапты естіп шыққан Асылбек сыртта ұзақ серуендеп үйіне оралды. Есік алдынан күтіп алған ажар: Асылбек, кешіктің ғой, қан талдау нәтижелері не дейді? Асылбек сақалақтап тұрды да, ажардың көңіліне қаяу түспесін деп: ажар, сенің қан талдауың жақсы, уайымдама, бірақ менде бір мәселе бар. Кеше қан тапсырып көрген едім, онша хабар айтпады. Қорқытпашы. Ажар, біздің баламыз болмайды, мен белсізбін. Бәрі ажар көзі мөлдіреп, бәрі Алланың қолында. Неге уайымдайсың? Ертең бұйыртса үй алып, жұмысқа орналассақ, бала асырап аламыз. Бұл әңгімені ұмытайық деп иығынан құшақтады. Асылбек ішінен: жаным, ажарым-ау, аңқауым-ау, осылай мені жұбатқаныңдай мен жұбатып отыратын жерім еді. Бәрі сенің жеңіл қабылдауың үшін деп тістеленіп қалды. Ажардың осы кезге дейін аурумен арпалысып жүріп, уайымдағаны аз емес. Енді өзін ұрпақсыз қалдыратын үшін уайымдамағанын қалаған Асылбек осылай дұрыс деп шешті. Асылбек пен ажардың тағдыры бір арнада осылай тоғысып, өз жалғасын табуда. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін Асылбектің адал махаббаты, әділ серті туған туыстары мен дос жарандарының аузында. Алла тағала кімнің маңдайына не жазғанын білмейміз. Жақсылы жаманның ортасында қайыры болған істің қамытын киіп өмір сүреміз. Осымен әңгіменің соңы.